Басыңыз ауырып, шаршап келген сәттен бастап, қара шайды демдеп ыстықтай ішіп алуға асығамыз. Қара шайды ішуге асықпаңыз. Мені тыңдап, видеоны соңына дейін көріп, денсаулығыңызды да, басыңыздың ауырғанын да әп-сәтте басатын керемет шайдың пайдалы қасиеттері туралы біліп, ішіп тұруыңызға кеңес беремін. Бұл шайдың кереметі туралы ғалымдары дәлелдеп қойды. Ендеше тыңдаңыз. Бәріңізге сәлем. Бұл пайдалы кеңес арнасы. Бүгінгі видеода сан түрлі дерттеріңізге ем болатын түймедақ гүлінен жасалған шайдың пайдасы мен зияны туралы айтамын. Менің каналыма жаңадан қосылып жатқан, жылы лебізін білдіріп жатқан әрбір жанға алғысымды айтамын. Сіздердің қолдауларыңыз мені ерекше шабыттандырады. Бәріңізге мың алғыс. Түймедақ романтика мен нәзіктіктің белгісі, бірақ бұл әдемі гүл ғана емес, өсімдік керемет емдік қасиеттерге ие. Сондықтан түймедақ шайы дәстүрлі және халықаралық медицинада кеңінен қолданылады. Түймедақ қабынуға қарсы және тыныштандыратын қасиетке ие өсімдіктердің бірі. Оның көп жағдайда зиянынан гөрі пайдасы басымырақ. Әсіресе мынадай жеті жағдайда дәріханаға жүгірмей-ақ түймедақ шайын ішіп алуға болады. Ұйқы бұзылса, түймедақ ұйқы бұзылуын қалыпқа келтіретін, түніңізді тыныштандырады. Ғалымдар түймедақ шайымен қатар эфир майының да дәл осылай әсер ететінін зерттеген екен. Түймедақ құрамындағы заттар мидағы нейрондардың белсенділігін төмендетіп, ұйқыны шақырады. Ал эфир майымен тыныстаған уақытта қандағы гормондардың деңгейі төмендеп, ұйықтауға септігін тигізеді. Ұйқы қашқанда осыны еске алсаңыз болғаны. Түймедақ шайымен көзіңіз тез ілініп, тыныш ұйықтайсыз. Бел аурулары жарықтың пайда болуынан ауруы да мүмкін. Алайда көп ретте бел бұлшықеттеріне ауыр салмақ түскенде адам осылай күй кешеді. Сондықтан да бел ауруы мазаласа, ваннаға кептірілген түймедақ пен лаванда майын құйып ем қабылдасаңыз болады. Түймедақ, яғни ромашка, өте пайдалы өсімдіктердің бірі. Себебі оның гүлінде адам ағзасына оң әсер ететін эфир майы бар. Сонымен қатар өсімдіктің құрамындағы флавоноидтар бактерияларды жойып, аурудың асқынуына қарсы тұруға ықпал етеді. Және құрамындағы пайдалы майлы қышқылдар зат алмасуды реттеп, тәбетті ашады. Ағзаға зиянды токсиндер мен шлактарды бөліп шығарады. Осы секілді гүлдің пайдалы және зияны тұстарымен танысқыңыз келсе, менімен бірге болыңыз. Түймедақ гүлін іш кебу, іш өту, іштің түйіліп ауруына, асқазан жарасында және ас қорытудың бұзылуына көп қолданылады. Сонымен қатар оның тұнбасы мен тұмауды, баспаны емдеп жазуға болады және дене қызуын түсіретін де қасиеті бар. Түймедақ жүйке жүйені тыныштандыратын ең таптырмас емдік шөптердің бірі. Ұйқыға жатар алдында түймедақтан демделген бір шыны шайдың өзі шаршауды басып, тыныш ұйқыға ықпал етеді. Күнделікті түймедақты ішкен кезде оның ерекше қасиеттері пайда болады. Өйткені ол қант диабеті, жүрек ауруы және жоғары қан қысымы сияқты созылмалы аурулардың қаупін азайтады. Сонымен қатар бас ауруларын және тыныс алу жолдарының инфекцияларын жеңілдетуге көмектеседі. Қан құрамындағы қант жоғарылағанда түймедақ шайын күнделікті ішкен жағдайда екінші топтағы қант диабетімен ауыратындардың қандағы глюкоза мөлшері қалыпқа келтірілетінін
Иран ғалымдары дәлелдеген екен. Бұдан жақсы нәтиже жету үшін зерттеушілер бір шыны түймедақ шайын және кешкі тамақтанып болған соң ішу керектігін айтады. Түймедақ алдында бел ауырса, жылы ваннаға бірнеше тамшыны түймедақ гүлінен алынған майды тамызып 10-15 минут жату керек. Сонда көңіл-күйіңіз қалыпқа келіп, арқаның, белдің ауырсуын басады. Басқа өсімдіктер секілді түймедақтың да пайдасымен қатар залал келтіретін тұстары да бар. Мәселен, түймедақтан дайындалған шайды немесе тұнбаны аяғы ауыр әйелдердің ішуіне болмайды. Болашақ ананың ішіндегі нәрестесіне бұл кері әсер ету, үсік тастап қоюы мүмкін. Сондықтан да бұл өсімдікті жүкті әйелдер барынша тұтынбаған абзал. Түймедақтың пайдасы туралы менің ішудегі жеке тәжірибем бар. Түймедақты ішу бойынша менің жеке тәжірибем өте оңай және тиімді болды. Мен күнделікті бір кесе түймедақ шайын ішкенді ұнатамын. Өйткені ол өзімді босаңсытып, тыныштандырады. Сондай-ақ ас қорыту функцияларын жақсартады және жалпы асқазан ішек инфекцияларының азайғанын байқадым. Менде ешқандай жағымсыз әсер болған жоқ. Мен оны біраз уақыттан бері қабылдадым. Түймедақ шайының максималды пайдасын алу үшін сіз кейбір кеңестерді орындауыңыз керек. Біріншіден, сіз оны шамадан тыс тұтынудан аулақ болуыңыз керек. Өйткені көп мөлшерде тұтыну қажет емес, белгілерге әкелуі мүмкін. Екіншіден, жаңа піскен таза түймедақ сатып алу мен шайды дайындау және ішу бойынша нақты нұсқауларды орындау маңызды. Ауырмаңыздар, ем болсын, менің басқа да видеоларымды қарасаңыздар болады. Көптеген ақпараттармен хабардар боласыз.